Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті. Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы. Кәсіби бағытталған қазақ тілі пәні. Пайдалы қазбаларды байыту білім беру бағдарламасына арналған практикалық сабақ. Тақырып: Ресей мемлекетіндегі тау кенісінің даму тарихы. Етістіктің шақтары. Сабақтың тақырыбы: кәсіби мәтін. Ресей мемлекетіндегі тау кен ісінің даму тарихы. Грамматика. Етістіктің шақтары. Сабақтың мақсаты: Ресей мемлекетіндегі тау кен ісінің даму тарихы туралы ақпараттармен бөлісе отырып, студенттердің сөздік қорын молайту және білімдерін жетілдіру. Студенттердің оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым әрекеттерін іске асырып қолдану. Мамандыққа қатысты білімдерін дамыту, кәсіби тілде ойлау, коммуникациялық қабілеттерін арттыру. Мамандыққа деген сүйіспеншілігін арттыруға, бағалай білуге, елін, жерін сүюге және табиғатты аялауға, қорғауға тәрбиелей отырып, адамгершілік қасиетін арттыру. Өткен тақырыпқа шолу. Келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Тау кенісінде ең алғаш қандай құралдар қолданылды? Жердің бетінен барлау жұмыстары тереңдеген сайын қандай әдістерді қолдана бастады? Тау жыныстарын қопару үшін атылғыш зат ретінде не жасалды? Европа елдерінде тау кен өндірісі қай кезеңнен дами бастады? Пайдалы қазбаларды өндіруде қандай мәселе көзделуде? Жер жүзінде кен өндіру қалай дамыған? Кен орындар туралы біршама толық мәліметтер орта ғасырларда жиналған. Кен өндіріп, металл қорыту жұмыстары батыс және орталық Еуропада, кейінірек Оралда, Алтай мен Сібірде қарыштап дами бастады. Мәскеуде 1584 жылы тас өндіру ісі туралы арнайы патша жарлығы шығады. Бірінші Петр патшалық еткен жылдары кен ісі қарыштай дамып, кен қазу істері туралы жарлық шыққан. Осының негізінде Ресей осы жылдары темір, мыс, қорғасын, тас-тұз өндіру бойынша әлемде бірінші орынға шығып, айналасына үстемдік ете бастаған. Ал 1724 жылы Ресейде ғылым академиясы ұйымдастырылды. Пайдалы қазба кен орындары туралы ғылымның негізін жасауда Ломоносов айрықша рөл атқарды. Ол өзінің жер қабаттары туралы, жердің сілкінуінен металдардың тууы туралы сөз, металлургия немесе кен істерінің алғашқы негіздері атты еңбектерін жазған.
Ломоносовтан кейін Лепехин, Головин, Озерцовский, Рычков, Палас, Разумовский, олардан кейін Севергин, Соколов, Шуровский, тағы басқа ғалымдар зерттеулерінің мәні үлкен болды. 1773 жылы Санкт-Петербургте кен училищесі, кейін кен институты, 1991 жылдан кен университеті ашылып, ол көптеген әйгілі ғалымдар мен кен инженерлерін даярлап шығарды. Ал 1825 жылы кен журналы шыға бастады. Ресей империясындағы тау-кен ісі 1915 жыл. Магнитогорск Аттач кенішінің кенжарында кен өндіру 1931 жыл. 12-ші мәтіннің тақырыбы Ресей мемлекетіндегі тау-кен ісінің даму тарихы. Ұлы Октябрь революциясының алдында бұрынғы Советтер одағында, яғни Ресейде, Қазақстанда бірен-саран ғана ғалымдар мен жоғары оқу орындарында шамалы ғылыми жұмыстар атқарылып тұрды. Октябрьден кейін табиғат ғылымдарында геология, химия, физика, механика және сол сияқты пәндерде көп өзгерістер болды. 1890 жылдан 1900 жылға дейін тас көмірдің қазылуы 3,5-тен 12 миллион тонна, бұлайша айтқанда 3,4 есеге өсті. Донецк бассейнінің көмірлерінің ең бай жерлері қазыла бастады. Криворожье, темір және Никополь марганец кендері қазыла бастады. Қара металлургия толық, тас көмір өндірісі және түсті металлургия кен байлықтары шет ел инвесторларының қолында болды. Шамалы ғана француз банктері шойын құюының 55,8%, ал Ресейдің оңтүстігінде 83,4%-ға дейін, темір кен байлығының 51,6%-ы оңтүстікте 71,5%-ға билеп тұрды. Олар капиталға шабуыл жасап отырды. Өйткені мұнда ең арзан жұмыскерлер еңбегі болып, барлық байлықты өздері алып отырды. Мұндай табысты бұлар өз елінде табалмаған. Петербург өндірістері және Ресей солтүстік-батыс аудандары ағылшын көмірін өте қымбат бағамен сатып алып тұрды. Ал Ресейдің көмір орындары қазылмай жатты. Өйткені олар шетелден келгендерге керегі жоқ болды. Марганец кен байлығы Чиатура мен Никополь аудандарында шет елдердің қол астында болды. Олар кенді шет елдерге таси бастады. 1913 жылдың аяғында Донецк бассейнінде тек қана 68 үңгірлеу машиналары қолданылды. Көмірді көбінесе қайла мен
кетпен арқылы қазуға тура келді. Арту жұмыстары күрекпен істелді. Тасымалдау жұмыстары жылқы көлігімен тасылды. Жұмыс уақыты 11 сағатқа жетті. Ал еңбек ақы өте төмен болды. Жұмыскерлердің тұратын жері өте нашар болды. Жылынбайтын барактар мен сарайларда, мал қораларына ұқсас жерлерде тұрды. Лена өзенінің бойында құрылған алтын табатын жекеменшік ұйымында жылына 7 миллион рубль пайда тапса, 1916 жылы емдеу жұмыстарына 70 мың рубль, ал оқуға 12 мың рубль ғана шығарылды. Көмір мен темір кендерін өте алысқа тасығандықтан, олардың сату бағасы тым жоғары болды. Келесі мәтін бойынша берілген тапсырмаларға назар аударыңыз. Бірінші тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ. Ұлы Октябрь революциясына дейін Ресей, Қазақстанда ғылым қалай дамыған? Екінші сұрақ. 19 ғасырдың аяғында қандай кен орындары қазыла бастады? Үшінші сұрақ. Қара металлургия, тас көмір өндірісі, түсті металлургия, кен байлықтары кімдердің қолдарында болды? Төртінші сұрақ. Жергілікті кен байлықтарын кімдер билеп тұрды? Бесінші сұрақ. Марганец кен байлықтары кімдердің қол астында болды? Алтыншы сұрақ. 20 ғасырдың басында көмірді немен қазып алып отырған? Жетінші сұрақ. Көмір, темір, жез қазуда Ресей дүние жүзінде нешінші орында болды?